Сәлем достар, бүгін мен сіздерге психологиялық жайлы айтамын. Триллер 2019. Фильм Оңтүстік Бронкстағы кіршіксіз пәтерде басталады. Есік қағылып оянған Джун терезеден сыртқа қарайды, бірақ сыртта ешкім жоқ екенін көреді. Жаңалықтар ыстыққа байланысты өлім-жітім туралы көбірек хабарлайды. Барлығына үйде болуға және сусызданудан аулақ болуға кеңес береді. Жаңалықтар әйелдерді нысанаға алған бос жүрген өлтіруші туралы әңгімемен жалғасады. Есік қоңырауы қайта соғылады. Маусым тексереді, бірақ ешкім жоқ. Ренжіген ол домофонға жауап беріп, екінші жақтағы адамға қарсы тұрамын деп қорқытады, бірақ есікті ашқанда ол қорқады. Бірнеше секундтан кейін ол төменгі қабатта ер адамдардың ұрсып жатқанын естиді. Ол бір қараса дау төбелеске айналғанын көреді. Олардың бастығы оның қалай қарап тұрғанын және жоғарыға көтерілгенін байқайды. Джун қораптардан ақша алып, есіктің астына ақшаны қояды. Ол адам оны алады. Қыз қалған ақшаны санайды және ақшасы аз екенін түсінеді. Амалсыздан ол досы Маргоға ақша алуға телефон соғады. Ол оған баруды және ақшаны тапсыруды ұсынады, бірақ Джун оны пошта арқылы жіберуді талап етеді. Ол көзіне жас алып, Марготты оған бармауға көндіруге тырысады, бірақ ол қоңырауды қояды. Джунның пәтері әбігерге түсіп, құрбысы келгенше жинастырудан басқа амалы жоқ. Далаға шығудан бас тартып, қоқыс жәшігіне арқан байлап, оны түсіреді, бірақ сөмке тым ауыр және құлап, алақанында арқан күйіп қалады. Түстен кейін, маусым есік қоңырауынан қайтадан оянады. Домофонға азық-түлік әкелетін жаңа курьер Фредди жауап береді. Ол азық-түлікті алып болғаннан кейін, Фредди бүгін таңертең оның есігін шақырды ма деп сұрайды, бірақ ол жоққа шығарды. Фредди кеткеннен кейін Дузун оның темекісінің азық-түлік сөмкесінде жоқ екенін байқап, азық-түлік дүкенінің менеджеріне хабарлайды. Түскі ас кезінде жаңалықтар өз аймағында өрт қою және кісі өлтіру оқиғалары туралы көбірек хабарлайды. Ал газетті оқи отырып, ол сақтықпен танысу хабарландыруына кідіреді, бірақ бұл идеядан бас тартады. Есік қоңырауы қайта соғылады және Джон оны Фредди деп ойлап жауап береді, бірақ тағы да жауап жоқ. Джун арғы жағында кім болса да қорқытып 911-ге қоңырау шалды, бірақ оператор не болды деп сұрағанда ол тартынады. Сол күні кешке теледидардағы жаңалықтар сериялық кісі өлтірудің тағы бір құрбаны туралы хабарлайды. Қылмыскер Нью-Йорк халқына сәлем жолдап, полицияға жазба қалдырды. Келесі күні Маргот Джунның пәтеріне келеді және пәтердің жағдайына таң қалып, досына пәтерді тазалауға көмектеседі. Ол Джунның патриарх кітабының көшірмесін табады. Маунт кітаптың көбірек данасын көрсетіп, досынан оны лақтыруын өтінеді, бірақ Марго бір данасын кітап сөресінде, екіншісін сөмкесінде қалдырады. Кешке қарай Маргот құрбысын өзімен бірге кешкі асқа баруға көндіреді. Дюн бірінші рет пәтерінен шығып, баспалдақпен төмен түспекші болады, бірақ аяғы жансызданып, тынысы ауыр, қорқыныштан дірілдеп тұр. Сосын төсекте оянады, қорқынышты түстен тер басқан. Ол жатын бөлмесінен шығып, Маргоның телефон арқылы біреумен ауырып жатқаны туралы сөйлескенін естіп, Джунның дірілдеп, жылауына себеп болды. Ал айнадағы оның көрінісін көргенде, ол өзінің қаншалықты жаман көрінетінін түсінеді. Сол күні кешке Үшін мен Марго ішіп күліп отыр. Джун бұл жерде қауіпсіз екеніне сеніп, пәтерде қалғанын мойындады. Марго бұл аймақтың қылмыскерлерге толы екенін біліп күледі. Маусым айы бұрын табысты жазушы болған және Марго оның көлеңкесінен шығуға тырысқан екен. Олардың әңгімесі есік қоңырауы қайта соғылғанда үзіледі. Бұл жолы Джон Маргодан жауап бермеуін өтінеді, сондықтан ол терезені тексереді, бірақ ол жерде ешкім жоқ. Ақыры қоңырау тоқтап, әйелдерге демалуға мүмкіндік берді. Жалғыз өмір сүрудің қауіпті екенін білген Марго досына мылтық береді. Ол бұған күмәнмен қарайды, бірақ келіседі. Келесі күні ол Марго өз қолжазбасын қарап жатқанын көреді. Марго таңғалып, оны аяқтап, басып шығаруға шақырады. Джун қолжазбаны өртеп жібереді және Маргоға оның қиналғанын көргенде ләззат алды деп айыптап, кетуін айтады. Абыржыған Марго пәтерден шығып кетеді. Маусым өткенді аңсайды, сондықтан ол 4 жыл бұрынғы мансабының шыңында берген сұхбатын көреді. Оның патриарх кітабы даңққа ие болды. Адамдар басты кейіпкер Джунның әкесіне ұқсайды деп болжағаннан кейін, бұл оның әкесі мен оның компаниясына қарсы қылмыстық тергеуге әкелді. Сұхбат беруші өзі естіген әкесінің қайтыс болғанын абайсызда айтты. Бұған маусымның реакциясы мыңдаған адамға теледидардан көрсетіледі. Ол бейнені кідіртеді де, экранда көзін сулаған жасқа назар аударады.
Сол күні Джун өзінің баспагері Францискаға қоңырау шалып, аванс сұрайды. Ол бас тартады, өйткені маусым 4 жыл бұрын аванс алған, бірақ әлі бір кітапты бітірмеген. Маусым қолжазбаны 1 айда аяқтауға уәде береді. Ол шкафтан ескі жазу машинкасын алып, қолжазбаны бастауға дайындалады. Джон бірнеше сағат бойы темекісі таусылғанша жазуды бастауға тырысады. Фредди оған жаңа қорап темекі әкеліп, оны соңғы рет ұрламағанын айтады. Кетер алдында Фредди маусым айына сақ болуға кеңес береді, өйткені ол ерлердің агрессиясының нысанасына айналуы мүмкін. Сол күні кешке есік қоңырауы тағы соғылады. Джон абайлап жақындап домофонды қосады, бірақ көшенің шуынан басқа ештеңе естімейді. Уақыт өткізу үшін радио тыңдап отырып, жалғыз өзі ішіп темекі шегеді. Музыкалық бағдарламаны қосып, бір сәт ырғақты билей бастайды да, ән тоқтап, көше шуы қайтадан құлағын толтырғанша музыкаға еріп кетеді. Бірнеше күннен кейін Блейк есімді полиция қызметкері бір апта бұрын айтқан мәлімдемесіне жауап беру үшін оған келеді. Бұл аймақтағы қылмыстың жоғары деңгейі полицияның оған жауап беруіне кедергі келтірді. Ол оны ішке шақырады. Онда ол біреудің есік қоңырауын қалай соғып жатқанын айтады. Ол біреу оны қорқытуға тырысады деп сенеді. Блейк оның кім екенін білу үшін сырттан тексеруді ұсынады, бірақ ол одан қорқады. Полиция қызметкері оны қудалау деп айта алмайды. Оның орнына ол әдепсіз келісімді ұсынады. Оның орнына қорғауды уәде етеді. Ол сүйісу үшін сүйенеді, бірақ бақытына орай, оның рациясы оған жақын маңдағы өрт туралы хабарлайды. Өйткені Блейк маусым айынан кетіп бара жатып, оған ашуланып балағат сөздер айтады. Артынша ол жазу машинкасының алдына отырады да, жұмыс істеудің орнына ашуын қағазға шығарады. Тыныштанған соң ол күндіз жаңа қолжазбасымен жұмыс істейді. Ақыры өзінің қалған шабытын тапты, тіпті есігіндегі жұмбақ дыбыстарды да елемей, соңғы жұмыстардың соңына дейін жұмыс істейді. Түннің бір уағында Джун көршілерінің музыкасын естіп, терезеден екеуінің сүйіспеншілігін бақылайды. Бұл көрініс оның қызығушылығын тудырады, және ол өзіне қол тигізе бастайды. Ол басқа ер адамның оған қарап тұрғанын байқағанда кенеттен аяқталады. Алдыңғы түндегі оқиғалардан кейін Джун бас тартып, келесі күні кешке серіктес табу үшін газеттен агенттікке қоңырау шалады. Сол күні кешке агенттік ебедейсіз жігітті жібереді. Одан Джун тіпті кетуін сұрайды. Бірақ ол бірінші қадам жасап, оның ақшасынан бас тартқанда Джун келіседі, және олар түнді бірге махаббатпен өткізеді. Содан кейін Джун әжесі ән салған винил пластинкасын ойнайды. Әжесі Джуна соғыстан кейін пәтер сатып алды. Бұл оның баспанасына айналды. Жігіт одан неге оның қызметтерін сұрағанда, Джун бұл дүниенің оған тигізетін зиянынан қорқып, пәтерден шыға алмайтынын мойындайды. Бұл жігіттің асырап алған ағасы, оны өрмекшілермен жабылған сарайға тастап кеткендегі қорқынышын еске салады. Бұл оқиға оның арахнофобиясына әкелді. Бір күні ол үй жануарлары дүкенінен өрмекшіні ұстап алып, оны жеп, өз оқиғаларымен бөлісу арқылы қорқынышын жеңді. Олар байланыс. Түнде есік қоңырауы қайта соғыла бастайды. Оянғанда олар тексеруге шықты, бірақ ол жерден ешкім таппады. Ол мұны істеп жатқан адам оның қорқынышын жеңіп, сыртқа шыққанын қалайтын шығар деп болжайды. Келесі күні маусым жинап қайтадан жаза бастайды. Бұл жолы өз жұмысына сенімдірек. Ол келесі бірнеше күнде қолжазбамен жұмыс істеуді жалғастырады. Бірақ күн өткен сайын ақшасы азайып, жұмысқа кіріседі. Ол қолжазбаны аяқтағанша өмірін жалғастырады деп үміттенеді. Ол жақсы жаңалықты айту үшін Францискаға телефон соғады, бірақ оның баспагері онымен сөйлесуден бас тартады. Үмітсіз болған ол өзінің қолжазбасын жеткізу үшін Фредди жалдайды. Оның көздеріндегі шарасыздықты көреді. Фредди Джундан мүмкіндігінше көп ақша алу үшін келіссөздер жүргізіп, қолжазбасының жалғыз көшірмесін Францискаға беру үшін оның барлық суық ақшасын алады. Осыдан кейін Джун Маргоға қоңырау шалып кешірім сұрайды, бірақ телефонға кішкентай қыз жауап беріп, Марго үйде жоқ екенін айтады. Сол күні Джан азық-түлік дүкеніне Фредди іздеуге қоңырау шалды, бірақ менеджер оларда Фредди есімді қызметкері жоқ деп мәлімдейді. Сол күні кешке есік қоңырауы соғылғанда Джун бірден жауап береді. Бұл Фредди деп үміттенеді, бірақ жауап жоқ. Оның терезесінен қалада дауыл соғады, найзағай күркіреп, көп ұзамай бүкіл қалада электр қуаты өшеді. Оның үйінің жанынан үрейленген қала тұрғындарының көтерілген дауыстары естіледі. Бұл электр қуатының өшуі, дүкеннің арғы жағындағы дүкеннен туындаған хаостың күшеюін білдіреді. Көше тоналды және Джун оны қарау оңай болғаннан басқа ештеңе істей алмайды.
Радиодағы жаңалықтар жылу мен электр қуатының үзілуіне байланысты қалада орын алып жатқан жаңа қылмыстар туралы хабарлайды. Бұл оның терезесінен адамдарды үрейлендіреді. Ол алыстан өртеніп жатқан ғимараттар мен жағдайдың шиеленісіп жатқанын, және оның алдындағы тонаудың зорлық-зомбылыққа айналғанын көреді. Полиция келеді, есіктің сыртында шу естілді. Маусым қызық, алыстан мылтық дауысы естілген кезде терезеге оралды және кенеттен ол полициядан қашып бара жатқан Фреддиді тапты. Фредди ұрып соғып, ғимараттың алдында жатыр. Джун оны қуып жетуге тырысады. Ақыры пәтерінен шығып, төмен түсіп, алдыңғы есікке жетеді. Ал көшеде бара жатқан Фредди тротуарда ес-түссіз жатқанын көреді. Бірақ орнынан тұрғанда жараланған адам Фредди емес екені белгілі болды. Бейберекет көшелердің арасында Джун ұзақ уақыт бойы бірінші рет сыртқы әлемнің атмосферасын сезінеді. Жанып жатқан қоқыспен толтырылған аллея арқылы ол қараусыз қалған аумақта жаңа бастаманың үмітін білдіретін алыстағы күннің шығуын көреді. Бірнеше айдан кейін Джун өзінің тұңғиықтағы маусым жаңа кітабына сұхбат береді. Сұхбат беруші одан кітаптағы кейіпкердің өзіне негізделген бе деп сұрайды. Ол ұялып жымиып, фильм аяқталады. Бар болғаны, мырзалар, каналға жазылуды, лайк басып, ұсынылған видеоларды көруді ұмытпаңыз. Жақында кездескенше, өзіңізді күтіңіз.